Видео авторы ештеңе дәріптемейді. Есірткі бұл жаман. 16 жасқа толмағандардың көруіне тыйым салынады. Бұл жігіт үздік баскетболшы ата-аналар еді. Ол мектебінің атынан жарыстарға қатысып, үлкен талант иесі болды. Бірақ та ол спорттың орнына есірткі таңдайды, және бұл оның өмірін тасалқан етті. Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге мен Нурик. Бүгін бізде Дневник баскетболиста фильмі. То погаснет. Джим достарымен бірге католиктік мектепте оқиды. Жастар үнемі бірге жүріп көңіл көтереді. Мектептен соң түрлі нәрселер жасап, қызықты сәттерге жиі тап болады. Ну ты гаденыш. Джим және оның достары мектеп командасында баскетбол ойнайды. Дәл қазір оларда матч басталмақ. Джим алаңға шығып Миккиге пас берді, және ол гол салады. Жігіттер қарсыластарын аямауда. Барлығы матч көріп жатқанда Педро киім ауыстыратын бөлмеге келеді. Шкафты ашып, қарсылас команданың жігіттерін тонайды. Матч аяқталды. Джим, Нейтрон, Микки және Педро жеңістерін кафешкада тойлайды. Сол кезде оларға қарсылас команданың жігіттері келіп, заттарды қайтаруын сұрайды. Джим және достары қате өздерінен екенін білсе де төбелесуді шешті, және баскетболда ұтқан қарсыластарын төбелесте де жеңеді. Кешке Джим ауруханадағы досына келді. Өкінішке орай Бобби ракпен ауырып жатыр. Джим сыныптас досын ұмытпай ауруханаға жиі келіп тұрады. Бүгін оны ауруханадан шығарып қыдыртқысы келді. Только выпусти, я тебя убью. Джим Боббиді барға келіп биші жалдайды. Алайда Боббидің қалауы бұл емес болатын. Жігіт өзінің өлім аузында екенін түсінеді, және бишінің оған аяушылықпен қараған көздері мүлдем ұнамайды. Сондықтан қайтуды шешті. Джим Боббиді ауруханаға кері әкелді. Сосын үй шатырына шығып аспанға қарап армандайды. Джимнің күнделігі бар. Бұл жерге ол өз ойларын жазады. Ішкі уайымдарынан бастап Миккимен бірге ішкені туралы бәрі жазылған. Джим және достары Нейтрон, Микки, Педро еркек ойынын жиі ойнайды. Ойын шарты үлкен жартасқа келіп төмен секіру. Педро үнемі қорқатын. Ол ешқашан жартастан секірмеген. Бұл жолы Джим оны секіруге көндірді, және Педро басқалармен бірге суға секіреді. Кеш түсті. Көңіл көтеретін уақыт. Нейтрон мен Джим қонақ үйге келді. Есікті әдемі қыздар ашып ішке кіргізеді. Достар шамалы сөйлесті. Сосын Нейтрон қыздардың бірімен бөлек кетеді. Екінші қыз Диана Джимге шекер ұсынады. Бұған дейін жігіт ешқашан ауыр зат қабылдап көрмеген еді. Джим үлкен жігіт екенін дәлелдеу үшін әлгі нәрсені ескейді. Бұдан соң Лас Диана оны төсекке тарта бастайды. Джим пәк болды, қатты ұялды. Алайда қыз оны арбап алады. Барлығы ұйықтағасын Джим таблеткаға келді. Оған әлгі зат аз болып тағы да қабылдайды. Сол кезде ол бұрын соңды болмаған ерекше сезімге тап болады. Жігітке ойлар көріне бастады. Ол шіркеуде, және досы Боббидің мәйітіне келеді. Келесі күні Бобби шынымен де көз жұмды. Джим достарымен бірге ішуге кетті. Олар Бобби туралы естеліктермен бөлісті. Оның дұрыс жігіт және мықты баскетболшы болғанын, ерте өлуге мүлдем лайықсыз екенін айтады. Сосын жігіттер Боббидің құрметіне бір партия баскетбол ойнайды. Бұл түні досы өлген күні Джим алғаш рет героиннің дәмін татады. Педроның подвалында біреу оған ине ұсынды. Джим үйге мал болып қайтады да анасынан ұрыс естиді. Әйел баласын қатты уайымдап тұрғаны белгілі. Өзің кішкене қалыпқа келтіргесін Джим диванға жатып бүгінгі сезім туралы жазады. Ол бүгінгі күннен бастап өмірінің қара жаққа өзгергенін әлі білмейді. Жігіттер ақша табу үшін бандитизммен айналысуды шешті. Олар бетперде киіп жалғыз кетіп бара жатқан кемпірді тонайды. Миккидің қатыгез болғаны сонша кемпірді өлгенше сабайды. Джим қайтадан күнделігін ашты. Ол өзін жоғалтты. Мектепте де қорықпай ескей беретін болды. Тіпті бір күні тренеріне ұсталады. Айтпақшы оның тренері көгілдір, және жігітке ақша үшін ұйықтауды ұсынады. Алайда әзірше Джимде бәрі жақсы, сондықтан бас тартады. Жігіт ваннада жатыр, тағы да кайф сезімінде. Күнделігіне тоқтай алмай жатқан жазуда. Жігіт қайтадан бет-трипке тап болды. Ол үстіне былғары күртесін киіп мектепке келді. Сосын қаруын шығарып бәрін ата бастайды. Джимнің жағдайы нашарлап барады. Джим және достары ештеңеден ұялмайтын болды. Дәл қазір матч басталатын сәт. Ал олар қандай таблетка жейміз деп бас қатырып отыр. Тіпті Нейтронның өзі достарының біткенін түсінеді. Ол жігіттерді тоқтатқысы келді, бірақ та оны тыңдамайды. Джим қара таблетканы таңдайды, және ойын кезінде қуа бастайды. Маңызды сәттерде зейінін жоғалтып, соңында ұйықтап қалады. Директор шіркеуші полиция шақырады. Барлық олардың қатып алғанын біледі, бірақ шкафтардан ештеңе таппайды. Олардан көңілі қалған директор барлығын мектептен шығарады. Тек Нейтроннан басқасын. Ол бүгін таза болды. Осы күннен бастап Нейтрон бандадан шығып, жігіттермен ара қатынасын тоқтатты. Джим үйге келгенде анасы таблетка тауып алғанын айтады. Джим кешірім сұрап түзелудің орнына анасын боқтайды. Баланың еркелігіне әбден тозған ана қатаң шара қолданып, оны үйден қуып шықты. Көңіл көтеретін ақша біткесін үш дос көлік ұрлауды шешті. Көлікке қолдар жеткесін Миккидің көкесіне апармақ болды. Алайда Микки көлікті дұрыс қоймағандықтан оны айыппұл тұрағына алып кетеді. Осы үшін көкесі Миккидің қолын сындырады. Достар адам дәрежесінен төмен құлдырауда. Олар далада түнейді.
және барлығын ата-аналары жек көреді. Енді қалғаны нашақорлар мен алқаштардың арасында өмір сүру. Бұл жерде де жаман әдеттерін тоқтатқан жоқ. Анасы баламда бәрі жақсы болса екен деп Құдайдан тілеуде, бірақ та жақсы болған жоқ. Джим адасты. Ақша таусылғасын банда тағы да заң бұзады. Олар дүкен тонауды шешті. Тек кассаны ашқанда азғантай ғана тиын табады. Полициялар келді. Қашатын сәт. Бірақ та есірткінің кесірінен қатып алған Педро орнынан қозғалмады. Микки мен Джим оны тастап қашуды шешті. Осылайша Педро түрмеге кетеді. Екі дос барға келді. Микки бірдеңелер айтып жатыр. Ал Джим телевизордан жаңа ғана чемпион атанған нейтронды көреді. Есірткіге жоламағанда нейтронның орнында Джим болар ма еді? Бұл оған қатты ауыр тиді. Жігіт бомжға айналды. Тіпті өткенде ғана кездескен қызы оны өтірік танымай қалды. Доза үшін көшеден біреумен төбелесті. Енді міне жартылай тірі қардың үстінде жатыр. Көз алдында орындалмаған арманы. Осы кезде күтпеген жерден Джимді ескі таныс тауып алады. Реги ересек адам. Ол Джимнің қалтасынан соңғы дозаны алып, көз алдында суға ағызып жібереді. Джим сынып барады. Ол жаңа доза сұрап жалынды. Алайда Реги бұған бармады және оны тығып ұстайды. Арада бір ай өтті. Джим өз қалпына келе бастады. Реги шаруасымен бір жаққа кетті. Жалғыз қалған Джим үйді қопарып доза іздейді. Ештеңе таппағасын үйден қашады да өмірінде жасамаған іске барады. Ол ерлермен ақша үшін әжетханаға келіп, немен айналысатынын өзіңіз де біліп тұрсыз. Көшеде Джим Миккиді кездестіреді. Олар бірге тәтті алуға келеді. Алайда сатушы алаяқ болып шықты. Гераның орнына ұн сатып кетті. Микки мен Джим оны қуып, ақшаны кері қайтаруын сұрайды. Оны шатырға дейін қуады. Микки қатты ашуланып, байқаусызда оны шатырдан құлатып алады. Көшедегілердің бәрі бұны көрді. Микки төмен түскенде барлығы жабылып тебеді. Көп ұзамай полициялар да келіп сотталады. Оны 15 жылға отырғызды. Джим жалғыз қалды. Ол анасына келіп садақа сұрай бастады. $5 сұрап жалбарынады. Анасы ештеңе берген жоқ. Себебі ақшаны есірткіге жұмсайтынын жақсы біледі. Баласын осындай күйде көру әйелге қатты ауыр тиді. Ол бұл тығырықтан шығуға болатын бір жолды көрді. Үйге полиция келіп Джимді тұтқындайды. Ол 1 жыл түрмеде жатты. Күнделігін де ұмытпады. Бұл жерге ол бәрін жазды. Жыл бойы қабылдамағанның қандай болатынын да. Жігіт түрмеден шыққанда Педроны кездестіреді. Досы мерзімін өтеген және бұрынғыша қабылдауға шақырады. Бірақ та Джимнің ішінде қарсы тұратын күш оянып жоқ деді. Осы күннен бастап жігіттің өміріндегі қара жол аяқталады. Ол баскетболшы болу арманымен қош айтысты. Оны мектептен қуып шықты. Барлық достарынан айырылды. Соған қарамастан Джим өмірін жаңа парақтан бастауды шешті. Осылайша фильм аяқталды. Егер де ұнаса лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Арнамыздан шығатын келесі видеоларды жібере алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыз. Сіздермен бірге болған мен Нурик. Келесі кездескенше.